денсаулыққа пайдалы кеңестер. Зағип балалардың тәуелсіз қозғалысы көбінесе айналадағы заттармен соқтығысқан кезде жарақат пен көгеруді тудырады. Бұл кеңістіктен қорқуды тудырады. Зағиптарға арналған стандартты әдістер баланы қауіптен қорғауға көмектеседі. Бетті бұрыштарға, есіктерге және басқа да кедергілерге тигізбеу үшін жоғары көтерілген қол қолданылады. Білек сәл бүгілген, шынтақ беттің алдында орналасқан, алақан сыртқа бұрылған, саусақтардың ұштары басқа иықпен бір сызық құрайды. Орындықтардан, үстелдерден және басқа да төмен заттардан қорғау үшін қолдар оларды мүмкіндігінше төмен ұстауға тырысып, алдыңғы жағына қойылады. Саусақтар сәл бүгілген болуы керек. Еңкейген кезде тұрған позициядан соқыр адам денесін түзу ұстай отырып, еңкейіп отыру керек. Осылайша сіз айналаңыздағы заттарға басыңызды тигізбеуге болады. Отыру орнынан алға қарай еңкею жасалады. Бір қол бетке 25 см қашықтықта қойылады. Әдетте бұл әдіс құлаған затты іздеу кезінде қолданылады.